Здравствуйте, уважаемые коллеги. Конкурс Digital Ustaz Алматы. Сәлематсыздар ма, құрметті қатысушылар? Бүгінгі біздің байқауымыз басталып жатыр. Бүгінгі алыс қашықтан байқау басталып отыр. Енді чатқа жазыңыздар, қай мектептесіздер, қандай дәріс өткізесіңдер, қай класста өткізесіңдер, сыныпта, қай қаладансыздар, егер Алматыдан болсаңыздар. Енді қазір осы жоспарларымызды қазір ұсынамыз вебинардың. Біздерде ілеспе аударма жұмыс істеп отыр. Қазақ тіліне аударма жүріп жатыр, оны қолдануларыңызға болады. Бұл үшін каналдағы қазақ тілі деген сөзді басасыздар. Өздеріңіз сұрақтарыңызды қою үшін сіздер оны жазуларыңызға, төменгі жағындағы чатқа жазуларыңызға болады. Біз оларға жауап береміз. Сондай-ақ осы біздің вебинардың жазылып жүріп жатыр бейне материалдарды әрбір кабинетте сайтқа кіріп қарауларыңызға кейін болады. Біздің телеграм каналда да ақпараттар жүреді. Бүгінгі вебинар 60 минут уақытыңызды, бәлкім сәл одан да көбірек болатын шығар. Сіздердің белсенділіктеріңізге байланысты біздің байқау туралы айтамыз. Осы салатта біраздан кейін, баяндамалардан кейін біздің Севастополь батыр қаһарман қаладан келген қонағымызбен таныстырамыз. Одан кейін соңында сіздердің сұрақтарыңыздың барлығына жауаптар береміз. Сонымен бірінші этапта болғандар өздерің балдарыңызды білесіздер және екінші кезеңге өттіңіздер. Екінші кезеңге өткендерге оларға арнайы біздер оқыту жүргіземіз, оларды сіздерді дайындаймыз. Одан кейін біздің цифрлық технологиялар бойынша біздер сіздерді үйретулерді жүргіземіз. Одан кейін керек нәрсенің бәрі сіздер регистрацияны жасайсыз, жазыласыз. Бұл әдеттегідей платформада жүргізіледі және телеграм каналдарда жазылуға болады. Міне біздің кестеміз 18:30-да 3 апта бойы кездесіп отыратын боламыз. Жарты финалға шыққан адамдар осы вебинарларды тыңдаңыздар. Олардан әрқайсысынан өзіңізге пайдалы ақпараттар аласыздар екінші кезеңдегі тапсырмаларға байланысты. Сонымен қатар біздің мақсатымыз тек қана цифрлық ұстаздарды дайындау ғана емес, сонымен қатар қосымша сіздердің белсенділіктеріңізді арттыруға жұмыстар жүргіземіз. Әрбір вебинарда 5 тапсырма болады, оларды орындау керек. Оны орындағандар бізге 7 ноябрьге дейін жіберіп, одан кейін біз өздеріңіз нәтижелерін көресіздер. Ең жақсы белсенділерге қолдаулар көрсетіледі. Қазір келесі сөзді Алексей Владимировичке береміз. Осы ашық мектеп, осындай магистр дәрежесінде осы ақпараттық жүйе бойынша, оларда жұмыс істеу бойынша бүкіл россиялық осы ақпараттық қауіпсіздік бойынша білікті маман алдарыңызда отыр. Қош келдіңіз. Сізге тағы да өзіміздің әріптесіміз ретінде қуанып отырмыз сіздің келгеніңізге. Осы сала бойынша, цифрлық қауіпсіздік бойынша сіз сөз аласыз. Қош келдіңіз. Рахмет сіздерге. Мен сіздермен бүгін бірге болғаныма, сіздердің алаңдарыңызда сөз сөйлегеніме өте қуаныштымын. Ол тақырып өте келелі. Сіздер сұрақтарыңыз болса, бірден сұрақтарыңызды жаза беріңіздер. Мен шын барысында сіздермен тікелей жұмыс істеймін, түрлі сұрақтарыңызға жауап беремін. Презентацияның барысында емес, соңында айтамын. Кейбір мәселелер мүмкін барысында да айтармын жауапты, оны қараймын. Ал енді мен көп уақыт бойы осы мемлекеттік университетте жұмыс істедім Мәскеуде. Содан кейін 3 жыл бұрын осыдан
біз университетпен бірге бір жобаны бастадық. Ол тамаша жоба болды. Ол өте маңызды, келелі. Қазір міне презентацияны сізге көрсетемін. Ол өзінің дамып келе жатқан жұмыс болып табылады. Ресейліктер үшін өте құнды. Бұл жерде бұған дейін Кемерово қаласына шейін жеттік. Яғни бұл ауқымды мәселе болып отыр. Барлық жерде жүргізіліп жатыр. Цифрлық жүйе біздің өміріміздің ажырамас бөлігі болып отыр. Бұл жерде өте жаңалығы көп. Ресейде, оның ішінде Челябинскіде, біздерде 50 өкінішке орай олқылық жағдайларда болды. 50-ші этаждан секіріп кеткенде де болды. Жұмыс істеу барысында қиналған. Бұл жерде біздер ақпараттарда танысқанда, онымен жұмыс істегенде мемлекеттің тарапынан бізде көп көмектер көрсетілген жоқ. Бұл жерде қазір біз студенттермен және әріптестермен бірге басқаша жұмысты жолға қойдық. Бұл жерде ең бастысы кейін кетпеу керек. Бұл жерде жұмыс істеуді әрі қарата жүргізу арқылы тәрбиелеу керек оқырмандарды, үйренушілерді. Сіздердің әртүрлі жағдайларға кептеліп қалмау үшін біз 2 грантты ұтып алдық. 600.000 рубльден артық. Бұл жерде мектептерге жұмыс істеуге байланысты, одан әртүрлі топтармен, студенттермен жұмыс істеуге байланысты үлкен жобалар болды. Сонымен қатар біз ата-аналармен де тікелей жұмыс істейміз. Қазір мен тағы да осы Москвада қашықтан онлайн үйрету арқылы 65 осындай лекциялар оқимын. Әртүрлі осындай біздерде жұмыстарымыз бар. Әрине, мен түсінемін, сіздерде әртүрлі сұрақтар болуы мүмкін. Мен үлкен мәселелерді көтеруде, ол жерде мен міндетті түрде деректер келтіремін және мысалдар келтіремін. Қалай жұмыс істеу керек? Бұл мысалдар, бұл әртүрлі бұл жерде бүкіл мен жинақталған мысалдарды, деректерді келтіре алмаймын, әлбетте. Бірақ біздер сөз барысында мен көптеген терминдер қолданамын, оның ішінде оған түсініктемелер беремін. Қай технологияны қолданған дұрыс болады? Технологияны түсінген болсаңыз, онда сізге жұмыс істеу жеңіл болады. Ол үшін мысалдардың бәрін қараудың керек жоқ. Бүгінгі біздің міне мақсатымыз әртүрлі, мысалы, хакерлер, бұзушылар, әртүрлі құйтырқы істерге барушылар қалай жұмыс істейтін түсіну болып табылады. Сонымен қатар сіздер байқауға қатысып жүрген адамсыздар, оның бірталай жолын өттіңіздер. Бұл жоба өте қызықты. Алматыдан да біздерде әріптестеріміз бар. Бұл өткізіп отқандарыңызға рахмет. Бұл өте жақсы алаң болып табылады. Жаңа тәжірибе жинайсыздар. Ал енді бастаймыз деп ойлаймын. Ең басында біз бұл неге көтеріп отырмыз тақырыпты? Осы қауіпсіздік мәселесін. Шын мәніне келгенде, бұл енді жаңадан пайда болып келе жатқан ғылым болып табылады. Бұл цифрлық осы қауіпсіздік деген 20-25 жыл бұрын ғана пайда болды. Мысалға, ол жерде оны немен салыстыруға болады? Мысалға, электрификация кезінде, мысалға, жарық шамның келуі үлкен мәселе болып табылды. Ал ол кезде қауіпсіздік болды, қамтамасыз ету керек болды. Қалай адамдарды сақтандыру керек деген сияқты келгелі бір кезеңдерде осындай. Мысалға, қалай оны қосу керек, ашу керек, адамдар күйіп қалмасын деген сияқты, тоғырып кетпесін сияқты, оның да қауіпсіздік кезеңі болды. Ал цифрлық қауіпсіздік бұл ғылымы өте жас ғылым. Көбіне мысалға қателескен кезде, мысалға осы жүйені қалыптастыру кезінде қателіктер болып отырады. Бұның бәрі
біз шын мәнінде осы қауіпсіздікті қалай қамтамасыз ету керек екенін әлі жете адамдар түсіне бермейді. Егер мен пароліңізді жоғалтып болсаңыз, кілтіңізді, ол жердегі сіз телефоныңызды лақтырып тастаңыз деп ешкім айтпайды ғой сізді. Сізде мысалға әр кезеңде если ұмытып қалған сайын сіз лақтыра беретін болсаңыз құрылғыңызды, онда не болады? Сондықтан да осы қауіпсіздік мәселесін қарастырғанда жан-жақты қылып, біртұтас қылып қарап тұру керек. Жаңа ғылым, сондықтан да бізде де аяқтан шалынып қалған кездер болады. Сіз міндетті түрде зейініңізді қойып, дұрыстап істеуіңіз керек. Оған көп нәрсе байланысты, қауіпсіздік те соған байланысты. Мысалдар айтатын болсам, бұл жерде көптеген сілтемелер бар. Оның ішінде сайттардың тізімі бар. Бұл жерде көріп отырсыңыздар, нүктелер, мысалға сызықтар, бұлардың бәрі қауіпсіз емес деп ойламаңыздар. Оған көріп отырсыздар, экраннан қарасаңыздар, бұл жерде шын мәнінде олардың. Пожалуйста, демонстрацию экрана еще раз сделать. Алексей, көрсетіп жібересіз бе? Экранға көрінбей тұр ма? Так, уважаемые участники, подтвердите, пожалуйста, что вы все видите. Құрметті қатысушылар, экранға шықты ма? Иә, енді көрініп тұр, тамаша. Бұл жерде техникалық олқылықтар болған шығар. Міне қарасаңыздар, мына жерде қазіргі кездегі болып жатқан шабуылдарды көрсетіп тұр. Міне әзіл емес. Міне Ресей алыңыз. Әлем бойынша Ресейге көп осындай шабуылдар жасалынады. Қарасаңыздар, тағы да мына жерде кейбір жерлерде осындай шабуылдардың шоғырланған жерлерін көресіздер. Бұл тек емес, олардың серверлері жұмыс істейтін, ақпараттарды өңдейтін. Әдетте бір жерге олар шоғырланған болады. Әртүрлі сайттардың әртүрлі жерде болмайды, ол шын мәнінде бір жерде болады. Сондықтан да міне осындай құбылыстар орын алып отырады. Ары қарата жүрейік. Келесі, мысалға интернет картасын қарайтын болсақ, ол интернет қалай екенін көрсетейін. Жалпы көз алдыңызға елестетіңіздер, суреттен қараңыздар. Бұл шын мәніндегі осы жағдай осылай, компьютердегі интернеттің жұмыс істеу жүйесі. Әр домалақ нәрсе бұл ресурс. Көрдіңіздер, қаншама олар көп. Мысалға оның көлемі, оның ауқымын анықтайды, ол жердің ақпараттардың молдығын, ақпараттардың көрсетеді. Ал түсіктеріне келетін болсақ, бұл жерде орыс тілді, мысалы, сегменттер, бұл жерде ағылшын тілді сегменттер. Ал сары десек, бұл халықаралық осында домендеріне байланысты жұмыс істейтін. Ал мысалға басқа түрлерін қарасаңыздар, бұл жердегі жапон сегменттері болып табылады. Интернет шын мәнінде өте ауқымды ресурспен жұмыс істейді. Ол шын ішінде спутник деген кішкентай сайттар бар. Олар әртүрлі ақпараттар берумен жұмыс істейді. Беріп отырып, осы ақпараттарды жіберіп отырып, сіз үлкен ресурсқа сіз өзіңіз туралы деректер берсеңіз, онда олар жаңағы спутниктер арқылы жетіп отырады. Бұл жерде қандай қорытынды жасауға болады? Интернет дегеніміз көп нәрсемен байланысты. Ол сіздің интернет басында жұмысын жүргізгенде оны тоқтату мүмкін емес. Енді ол әр уақытта үлкен ресурстармен бірге спутниктерде болады. Сонымен қатар осы әлеуметтік желідегі іздеу жұмыстары көп орын алады.
тағы да жеке адам туралы айтқым келеді. Жеке адам қазір басқа тұлға болып табылады. Бұл адам басқа адамдармен бірге қарым-қатынасқа түсетін, социумда өмір сүретін адам. Ол адам басқалармен және интернетпен әрекеттестікке түскенде ғана ол қалыптасады. 2, 3, 4 сағат ютубта отыратын бала, мысалға, ол ақпаратты көп біледі, басқа адамдардан емес, осы ақпаратты интернеттен алады. Ал мына жерде КДПП деген қысқарған сөздер бар. Бұл КДПП деген, яғни түрлі түсті, әртүрлі суреттер, адамның назарын аударатын суреттер. Мен сонда қойдым, сұрақ қоямын соңында. Мен жерде қазір түсіндіріп жіберейік. Біз осы құрылғылардың бәрінің ортақ не бар осылардың бәріне? Тағы да қайтып келеміз. Сонымен қатар статистика ресми түрде болып табылады. 14 жылы бізде де 22 болса, ал 78% бұлардың әртүрлі инфрақұрылымдық негізде болды. Бұл жерде программалардың болмағанынан емес, бұл адамдардың өз жұмысын дұрыс істемегендіктен әртүрлі жағдайларға ие болып отырады. Ең бастысы осындай қасақаналық жасайтын адамның басты мақсаты ол файлды алып алу, бір жерден екінші ссылкаға өту, ол әртүрлі, мысалға, дауыс арқылы жіберу мүмкін ақпаратты. Мысалға, сіздердің банктеріңізде мынандай жағдайлар болып жатыр деп сізге айту мүмкін. Сізден міндетті түрде бір негізгі кілт сөздерді алуды мақсат етеді. Яғни сондай кілт сөздерді тауып арқылы ол сіздің пароліңізді бұзып кіруі мүмкін. Сонымен қатар сізді әртүрлі жағдайға жеткізу үшін әртүрлі алдауға да барады. Бұл жерде кейбіреулеріне ғана тоқталамын. Мысалға, оның ішінде алдау, сонымен қатар сенімге ену, сіздің достарыңыздың аттарын пайдалану. Сіз біліп алғаннан кейін қандай, мысалға, қауіпсіздік жасаудың жолдары бар екенін, соны ылғи да есте ұстап жүрулеріңіз керек. Бірақ сіздер достарыңызға сіз жауап бермейсіз ғой. Мысалға, сіздің достарыңызды пайдалану арқылы сіздің негізгі деректеріңізге ондай қасақаналыққа баратын адамдар бәрін қолдануға шешім қабылдайды. Сондықтан, міне, мысалға, содан кейін негізгі адамның инстинкттерін қолдану дегенде не туралы айтамыз? Бұл сізді қорқыту, немесе қызығушылығыңызды арттыру. Мысалға, сіз өте жақсы бәрін түсінесіз, жағдайды білесіз. Егер қорқыныш сезімін, үрей тудыратын жағдайда отырсаңыз, немесе басқа да бір сезімдерді басыңыздан кешіп отырған болсаңыз, инстинкттің осы шектік деңгейіне жетіп отырған болсаңыз, онда сіз басқа қасақаналық жасап отырған адамның әсеріне түсіп кетуіңіз мүмкін. Сондықтан да әр уақытта сергек болу керек. Өзіңізді әр уақытта бақылап отыруыңыз керек. Бұл жалпы осы технологияларға байланысты айтылатын мәселе. Бұл әлеуметтік инженерия дегеніміз үлкен тақырып. Бұл жерде де механикалық әдістері бар, жолдары бар. Әдетте қасақаналық жасайтын адамның психикасына әсер етуге тырысады, қаскөй. Мысалға, көз жеткізу деген сияқты. Мысалға, бір нәрсе қорқынышты нәрсе болды деп, мысалға, үлкен әжелерге проблемаларды айту мүмкін. Мысалға,
мысалға түрлі қауіпсіздік орталықтарының атын айтып келуі мүмкін, мысалға үйдегі газды тексеруге байланысты. Осы механикалардың бәрі, тәсілдердің бәрі мысалға сізге көмек көрсетуім келеді деп келіп отырып, өзі сондай қаскөйлікке барады. Бұл шын айтса өте көз жеткізудің небір тәсілдеріне баруға олар шебер келеді. Мен сіздерге кейбір сұрақтар болса, ең соңында оған жауап береміз. Ал енді мысалға мысалдар келтірейін өмірден. Бұл жерде бір нәрсе дұрыс емес. Ал не? Бұл банктың сайты, мысалға айталық. Бұл жерде ерекшеліктері бар. Мүмкін сіз байқамассыз. Жасыл түрмен көрсетілген логин, пароль, ол жерде ешқандай түйткіл мәселе жоқ. Бірақ анығырақ қарасаңдар, бұл жерде замочек жоқ, құлып кішкентай. Мысалға, осылай тұрады. Барлық браузерлерде, мына жерде қарасаңыз, кішкентай ғана сайтқа кіргенде, мынандай белгі болса, S-тен басталса, S деген бұл қауіпсіздікті білдіреді. Банкке байланысты. Мұның бәрін ескеріп отыру керек, жаңағы айтылған қауіпсіздік белгілері, құлып деген мәселелерді көріп, сондай қаскөйге жол бермейсіз. Сондықтан да мен осы мысалды фишинг деп аталады. Бұл жерде фишинговый сайт деп айталынады, яғни қармаққа ілу дегенді табылады. Адресі оның әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы жаңағы айтқан. Сол кезде ол не істейді қаскөй? Сізге бұзып кірді дейік. Мысалға сіздің деректеріңізге кіріп алды дейік. Ол үшін ондай жағдайда сізге ол сіздің банкке кіру үшін оның деректері әбден толық болу керек қой. Ал қай сайтта отырғаныңызды байқаңыз, содан кейін соған сенімді болуыңыз керек. Мысалға, мына жерді қараңыз. Не нәрсеге мысалға авторлық құқықты бұзу бойынша мысалға айталық сіздер мысалға келген адам айтқан ақпараттарды тексерген кезде мыналарға назар аударыңыз. Мына жердегі пошталық жәшігі бір gmail.com деген жоқ мына жерде. Мына жерде support нүкте сервис gmail.com болу керек еді. Ол жердегі мысалға арыздарға жауап берсіне төменде осы жердегі анағырақ қараңыздар. Gmail Google'ға алып жазылу тұрмын жерде міне. Бұл жерде фишингтік жаңағы тармаққа түсіру сайты деп айтуға болады. Келесі мысалға қарасаңыз, администратордан, әкімшіліктен мынандай хаттар келуі мүмкін. Бұл жердегі сіздерге байланысты
арнайы жасалған скрипт болып табылады. Бұл жерде қарасаңыздар, мысалға, қайдан келді, бұл жерге запрет инфо, собачка Роскомат организация Россия, бұл жерде домен басқаша болу керек еді. Содан кейін қалай бұл жерге қол қойған? Әдетте, мысалға, бұлай жазбайды. Хат жазудың өзінің реті бар. Жерде, мысалға, дұрыс жазбаған хатты жазудың үлгісіне қараңыз. Келесі, мысалға, сіз несие алған жөнінде хат келген болса, оны оқу барысында сіз әлбетте мүмкін кішкене сезіктенген болсаңыз, ол жерде өте мұқият болу керек. Мысалға, сізге атыңыздан біреу несие алып қойған болса, оған мысалы килогер деген мысалға бағдарлама бар. Бұл жерде ешқалайда сіз бұл бағдарламаны таба алмайсыз. Бұл жердегі клавиатураға басқан кезде компьютердің, ол жерде бұны қолдану арқылы жаңа қаскөйге бермейсіз мәліметтер беруіңіз қой. Мысалға, қауіпсіздік орындарынан мысалға сізге салынған әртүрлі штрафтар туралы хат келгенде, біріншісі ГИБДД деген мысалға сайт жоқ Ресейде. Бұл яғни бір нақты емес және шындыққа сай емес. Келесі жерде сіз қалай хаттың жазылғанына мән беріңіз. Бұл жерде дұрыс жазылмаған, өте қарапайым жазылған, өте маңызды ұйымдар бұлай жазбайды ғой. Әртүрлі міне түстер қолданған. Екі келісімшартта алатын болсақ, займ туралы және шағым жайын туралы. Олар неге екі әртүрлі архивте жазылған? Екі ат тұр мына жерде. Одан басқа қол қойылғанға байланысты, мысалы, өте қарапайым түрде жасалған. Келесі, кейде QR кодты келінеді. Бұл жерде оған кіретін болсаңдар, бұл жердегі сілтеме өте ұзақ болып мүмкін. Сондықтан шын мәнінде сіз қайда барғаныңызда түсінбей қаласыз. Бұл жерде мысалға қарайсаңыз, тағы бір хат бар. Бұл жерде 2000 жылдарда араб хаттар деген сөздер болды. Сіздің, яғни, сіз $100,000 ұтып алдыңыз деген хаттар келуген болатын. Ол кездерде, бұл жерде мен де ондай хат алған едім. Google'дан іздедім, мен барлық ақпаратты. Кейбір араб елдерінде осы несие алуға байланысты сол жерде үлкен жұмыстар жүргізген. Сол кезде мысалға хаттың айтуы бойынша сізге мысалға сіз пайызсыз несиелер алатындай мүмкіндіктеріңіз бар деген мазмұнда келеді. Ал мына жерде сондықтан қаскөйлер барлық ресурстарды пайдаланады. Сонымен қатар балаларға, мысалға, ауру балаларға көмек көрсетуге дайынбыз деген сияқты хаттар келуі мүмкін. Сондықтан әртүрлі осындай құйтырқы тәсілдерге бару арқылы өздеріне осындай қаржы жинайды. Сондықтан біреуге көмектескіңіз келсе, олай көмектеспеңіз. Өзіңіз нақты көмек қажет ететін адамды тауып алып, соған апарып беріңіз. Әрі қарай, мына жерде, мысалға, мына жерде адамның көңілін аудару үшін қыздың суретін салған, мысалға, қауіпсіздік қызметі бөліміне деп жазылып тұр.
мысалға сақалды админ дегенде атақ бар. Бұл бірақ бұрын қолданылатын, қазір ондай қолданылмайды. Көріп отырсыз, сондай болған. Ал қазір қарасаңыз, міне сұлу қызды суретін салып қойған. Бұл сізге таныссыз деп ойлаймын. Әртүрлі смстар келуі мүмкін осында. Тағы бір кейс көрсетейін. Севастопольдің үкіметіне курс өткіздім. Файлдың өзінде де қауіпсіздікті бұзатын жағдай болуы мүмкін. Мысалға, мен мұндай өкім алдым, бұл өкімде былай айтылған деген сияқты қағазды көрсетіп, сізге бұны барлығына жіберіңіздер, таратыңыздар деп. Ол қайдан келген жаңағы қызметкер қарамаған. Одан кейін жаңағыны алып барлық жерге таратып жіберген документті жаңағы, яғни вирусты сол арқылы таратты. Бұл файл басқа каскойден келген болатын. Сондықтан файлдардың өзіне ұқыпты болу керек. PDF деп жазылуымен ол шын мәнінде ондай болмай шықты. Сіздің компьютеріңізді жұмысын тоқтатуы мүмкін. Сондықтан егер арнайы күткен адамыңыздан болмаса, оны қараудың қажеті жоқ. Сіз алдын ала келіспеген болсаңыз, өзіңіздің адамдарыңыздан немесе телефонын білетіндерден сұрап, сіз осыны маған жібердіңіз ба деп сұрауыңыз керек. Егер сізге ұнамас, біртүрлі болып көрінсе, онда оны ашудың қажеті жоқ. Міне қарасаңыз, сілтеменің өзі біртүрлі. Facebook сияқты, ол мобильдік нұсқасы сияқты. In деген сөздің digital.ru.com дегенде сөз жоқ. Яғни, бұл жерде мына жерге жазсаңыз, сіз өзіңіздің Facebook'ыңызға кіруіңіз мүмкін. Мынау өте жиі қолданылатын тәсілдердің бірі, яғни сіз логин пароліңізді қай жерге жазатыныңызды көріп отырады. Ал мысалға, осындай хат алысу болады. Мысалға, сәлем, қалай, Александр айтады, тамаша, сен қалайсың? Аленка, менде де жақсы. Сен қандай компьютердесің? Иә, мен жаңа ғана келдім. Көңіл көтересің ба? Иә, сондықтан мынаны жібереді осындай адресті видео. 2. Алинканы бұзып кірген. Александрдың атынан жазып отыр Алинка. Көрдіңіз ба? Алинка ойлады, оның тусын. Сосын YouTube'ды көріп отырады. Мынау ескілеу тұры, бірақ не? Яғни, ол жердегі мысалға көріп отырады бәрін. Роликті көрді, көптеген адамға ұнаған, бұл жерде 568 адам. Иә, ол міндетті түрде білгісі келеді, мысалы қызығады. Бұл видеода не бар екенін ашып көргісі келеді. Оны ашу үшін флешбекті алып алу керек. Яғни, сонда бір белгілі бір бағдарламаны көшіріп алады, жүктеп алады. Яғни, адам ол жерде кішкене қобалжыды ғой, қызықты деген сияқты. Міне, яғни системада біртүрлі сізге ұнамайтын немесе түсініксіз нәрсе болса, оны тоқтаңыздар. Яғни ол жерде бұзу процесі жүріп жатады. Пароліңізді ешкім сізден сұрамайды. Сұрамау отырыз. Егер сұраған болса, сізді бұзып кіруге сондай ұмтылып отыр деген білу керек. Сіз парольді ұмытып қалғаннан кейін, сіз жаңадан жасағанда, бұрынғы парольді жібермейді ғой. Сіз жаңа пароль өзіңіз жазасыз. Яғни, осыны ескеріңіз. Бұл негізгі осы қауіпсіздіктің басты бір белгілері болып табылады. Хаттарда ол жерде ссылкалар берілген болса, оны міндетті түрде мұқият қараңыз. Адресті mail.ru деп жазылмасын, қате жазылмасын. Бір әріптің өзі
бөлек бір басқаша жазылған болса, ол яғни сізге бір ишарат болып табылады. Яғни бұндай ресурстарды сіз байқап қарап алуыңыз керек. Браузеріңізге қойып кіріңіз. Әр уақытта қауіпсіз, егер ең соңында S болмаса, немесе құлып жабық болмаса, ол яғни қауіпті дегенді білдіреді. Енді инкогнито деген мәселе, бұл жер браузердегі мына жерде. Мысалға, сіз оған өттіңіз деген сөз. Сіз мысалға достарыңыз, мысалға өздеріңіздің әріптеріңіз бойынша браузерге арқылы келесіз. Бұдан кейін егер шықпай кетіп қалсаңыз, ол басқа адам кіргенде оған кіре алады. Қалай ұмытып қалмау керек сонда? Сіздердің іздегеніңіз, мысалға, браузерде инкогнито режимінде кірсеңіз болады. Барлық браузерларға тағы да приватты деп аталады. Мысалы, қанша керек болса сонша сіздердегі кірген тарихыңыз сақталмайды. Шыққанда барлығын жауып кетіңіздер, браузер жауып. Бұл автоматты түрде сізді бүкіл жаңа ашқан аккаунттан шығарады. Бұл өте ыңғайлы. Бірінші, басқа адамның компьютерінде отырғанда, онда инкогнито режимін ашамын. Менің жұмыс істегенімнен еш із қалмау керек. Сіздің бүкіл жұмысыңыз. Оны қалай тағы қолдануға болады? Екінші аккаунтқа кіру арқылы, мысалға, инкогнито кіру арқылы интернетқа кірмейтін болсаңыз, онда белгілі бір шектеулер болған болса, ол үшін кодты пайдалану арқылы көптеген магазиндерде интернеттің осы бағалары әртүрлі тауарлар мен қызметтердің әртүрлі болуы мүмкін. Егер сіз авторлықты көрсетпеген болсаңыз, ол басқа да жүйеде жүруі мүмкін. Сондықтан да әрбір осы сіз бұрын іздегеніңіз, мысалға, осы іздеу барысында өзгеріп отыруы мүмкін. Қосымша нәтижелер беруі мүмкін. Осы режим инкогнито арқылы жұмыс істеп отыру қауіпсіздік дегенді білдіреді. Белгілі бір браузерлерді немесе бағдарламаларды жүктеген кезде арнайы сайттарға кіріп алу керек. Мысалға, Яндекс браузерді сіз көшіріп алғыңыз келсе, оны қайдан алу керек екенін білмеймін. Яндекс өзі міне ұсынып отыр. Firefox'ты алайық. Міне көп-ақ көрдіңіз бе? Қайсын сонда дұрысын табу керек. Бұлай осылай мен жүремін. Оң жағында міне көрдіңіз бе? Википедияға кіремін. Оң жағындағы сайттарды оқимын міне. Мына жерде ең дұрыс сайт екен осы. Содан бастап программаны көшіремін, бағдарламаны. Сонда мына екінші сайт, біріншісі мынау тіпті басқа. Ол шынында мәнді Firefox сияқты, бірақ ол жердегі әртүрлі каналдар болуы мүмкін, әртүрлі осылай бұзып кіруге мүмкіндіктер беретін жағдайлар болуы керек. Қайттан сондықтан да бір нәрсені бір жерден көшіріп алғанда шын сайт, нағыз сайт екенін анықтап алыңыз, содан кейін барып. Мысалға, бұл жердегі дұрыс емес, бұл жерде browser.yandex.ru болу керек. Ал пароль дегеніміз кілт сөздер бойынша. Мен
тыңдаңыздар мұқият, себебі шынынан де біз мән бермейміз. 12-15 саннан тұру керек әріптерде. Ол жерде сан болмау керек, керісінше әріптер жиі өзгертіп отыру керек. Ол жерде тікелей сөз болмау керек, оны мүмкін ол әлсіз парольді. Парольге көптеген талаптар қойылады. Не істеу керек? Ондай парольдерді қалай еске сақтаймыз? Оларды ұмытып қалуға мүмкін. Бұл жерде арнайы оны үйренуге де болады. Бұл жерде мысалға кездескен бір сөзді ойлап табасыз, немесе сөз тіркесін, мысалға ол өлең жолдары болуы мүмкін, немесе әңгімеде осы атақты әндер болуы мүмкін. Бір-екі сөздің ішінен бір-екі әріптерді алып тастаймын. Мен оны ұмытпаймын, өзіме белгілі жолдарды аламын. Сондықтан әрі қарата осылай жұмыс істеймін. Ағылшынша сияқты. Ол жерде тікелей сөз жаңағы әрқайсысынан 2 әріптен арқанда, онда 20 әріп шығады. Оған бірнеше қоссаңыз, өте қиын парольді ойлап табуға болады. Егер браузерлерде менеджер деген мынандай бағдарлама бар, оны қолдануға ерекше пароль немесе мастер пароль ұйымдастыруыңыз керек. Оны еш жерде жазбауыңыз керек. Оны есіңізде сақтауыңыз керек. Бұл міне қауіпсіз. Бұл браузер. Бір браузерде басқа браузерлердегі мысалға парольдеріңіз, мысалы флешкаңызды таптыңыз. 3 гигабайттық үлкен әдемі жақ. Бірінші не бар деп ойлайсыз? Оны тауып алған болсаңыз, оны өзіңіздің компьютеріңізге қоймаңыз. Басқа адамның компьютеріне қосыңыз, олардамыз. Әлбетте бұл басқа адамға деген қауіпсіз болсын деген емес, керісінше мен қазір қалжыңдап отырмын, басқаның компьютері сынсын деген емес қой. Бұл флешка емес шығар. Біз мысалға студенттермен ойлап тапқан бір нәрсеміз болды, ол флешка сияқты, бірақ ол клавиатура. Ол да жұмыс істеп, сонда әртүрлі ақпараттар жіберу арқылы. Егер сіз ондай флешка тауып алсаңыз, оны ешқашан өзіңіздің компьютеріңізге салмаңыз. Бағдарлама құрған барысында ол жердегі белгілерге мән беріңіз. Қандай қосымша белгілі бір бағдарламаны алғанда қосымша тағы мәселелерді қоюыңыз мүмкін. Мына жерге қарасаңыз, тағы да талаптар бар. Міндетті түрде мұқият тыңдаңыз, барлығын жан-жағынан қараңыз. Осы бағдарлама жұмыс істеу барысында танысыңыз. Мына жерде артық тағы 8 программа беру мүмкін. Біз әдетте осы бағдарламаны ашамыз, ары қарата баса береміз, даже оқымаймыз, тіпті оқымаймыз. Қосымша көптеген бағдарламалар кіріп кетуі мүмкін, яғни вирустарды тарту мүмкін. Ал мысалға кітап, өлеңдағы файлдарды жүктегенде нақты болыңыз. Немесе сатып алған солай. Ол әдетте бағдарламаны ұсынады. Или Wave, у книг, соответственно, PDF, Doc, DOSX, FB2, EPUB. Мысалға, видео алсаңызда, немесе музыканы, әртүрлі кітаптарды алуға байланысты ол жерде берілетін бағдарламалар.
ол жердегі вирус болмауына мән беріңіз, оларды алмаңыз. Бұл жерде рекламаларға жол бермейтін осындай бағдарламалар. Бұл өте сізге тиімді болады. Сондықтан сондай блогтарды сатып алыңыздар. Қазір көрсетейін. Кейінгі пайда болған блог, ол блог Origin деп аталынады. Google Chrome'дан дүкеннен алуға болады. Оны міне ол жақсы жұмыс істейді. Мен оны қолданамын. Жарнамалар кейде сізге пайдалы болуы мүмкін. Олардың рекламаларды жібермеңіз. Кіргізбеңіз өзіңізге. Мысалға, планшетте бір күн шешем айтады, біздің планшетте біздің сөйлегенімізді жазып отыратын құрылғы бар сияқты дейді. Оны ашса, шынында да ол жерде жарнама бар екен. Мен бұрын, яғни кіргенімді ұмытып қалдым. Бір-екі күннен кейін әкем де солай дейді. Міне тағы мысалға жарнама келіп отыр. Мысалға мен өзімнің әріптесім бергенде И ему показывается реклама именно про это. Яғни өзімнің әріптесіммен сөйлескен отырғаннан кейін, бір-екі сағаттан кейін біздің сөйлегенімізді жазып алып, біздің сөзімізге байланысты соған тағы жарнама жіберіп отыр. Микрофон, камера, оның орналасқан жері өте мұқият болыңыздар. Соңғы мысалға версияларында мынандай опциялары бар. Микрофонды қолдану деген сияқты. Олар жақсы. Сізде егер әр уақытта рұқсат деген сөз тұрса, онда сізді сөйлегеніңізді жазып отыруы мүмкін, немесе сізді көріп бақылап отыруы мүмкін. Сондықтан қараңыздар өздерің компьютеріңізде. Сізден рұқсат сұрай ма, нені рұқсат сұрап отыр? Егер сізде микрофон керек па, әртүрлі сіздерге сөздері осылай рұқсат сұрап отырады ғой, соның бәрін мұқият оқыңыздар. Егер он нәрсеге рұқсат сұрап отырса, ол яғни күдік тудыруы мүмкін сіздің. Сіз мысалға сізге келетін осындай барлық ақпаратты сүзіп қарау керек. Әлеуметтік желілер онда да қауіп болуы мүмкін. Адамдар шын мәнінде өте белсенді бола отырып, қауіпсіздікті ұмытып кетеді. Өзін әртүрлі сайттарға да барлық жерге жібере береді ақпараттарын. Тез арада өзіңіздің психологиялық портреттіңізді тез анықтауға болады. Бір жерге қарасаңыз, Little Robot деген міне көрсеңіз, адам туралы барлық ақпаратты сізге жасап береді, сізге қандай, яғни адамсыз, нені оқисыз, оны кіріп көруіңізге болады. Ол өте қауіпті. Сондықтан өзіңіз туралы ақпаратты бере бермеңіз. Оның бәрін азайтыңыз өзіңіз туралы. Не үшін керек екенін білгенде ғана оны жасаңыз.
бұл жерде шын мәнінде кейде удалить деп жүрген өшір деп жазсаңыз ол кетпесе ол қалып қоюы мүмкін сіздің телефоныңызда немесе өзіңіздің құрылғыларыңызда. Әлеуметтік желілерге достарыңызға көп ештеңе жібере бермеңіз. Сонымен қатар негізгі ақпаратты жіберуіңізге ғана болады. Мысалға, өзіңіз туралы білетін адамдарды, жеке танитын адамдарды ғана өзіңізге жақындатыңыз, соларға ғана ақпарат беріңіз. Троллинг дегеніміз бұл да қауіптің бір түрі, өте бұл қазір маңызды болып отыр. Ол қаскөй сізді онымен көп сөйлесесіз, тіпті таласқа барасыз, яғни сізді әбден сіздің психологиялық жағдайыңызды әбден қалжыраты, яғни өзіне ыңғайлап алады. Талқылайды, мысалға, сіз маған сенбейсіз деп айтады. Мысалға, сайты нағыз емес шығар. Шын мәнінде сізге керек емес нәрсені жаңағы талқыладан кейін сіз дәлелдегіңіз келеді. Егер ондай жағдай болса, сіз оған берілмеуіңіз керек. Міндетті түрде Касперский маған әлбетте ешқандай ештеңе, мен қазір оған жарнама жасап отырған жоқпын, өйткені ол маған ештеңе төлемейді. Антивирусты орнатыңыз. Шын мәнінде антивирус, мен вирустың қайда екенін білдім. Содан кейін бағдарламаны орналастырдым. Одан кейін осы вирус бәрін құртып жібереді. Сіздер бір жерге осы бастағанда оның құрығына да түсіп қалуға болады. Олар да антивирус сияқты жұмыс істейді. Кейде антивирусты қарсы шыға алмады. Сондықтан да ең жақсы нәрсе ол сіздің ақылыңыз, басыңыз, қайдан алдыңыз, бәрін қарауыңыз керек. Әртүрлі, әсіресе бағдарламаларды орналастырғанда байқаңыз, егер сізге ұнамайтын бір нәрсе жағдайлар болып жатса, ары қарата онымен жұмыс істемеңіз. Тіпті антивирус болғанның өзінде өзіңіз кейбір проблемаларға ұшуыңыз мүмкін. Мен осы жерде YouTube-тағы бір сілтеме туралы айтқым келіп отыр. Біз уақытты жіберіп алмайын. Чатқа жіберемін оны. Мынаны қарағаннан кейін, вебинардан кейін, «Кто я» деген хакерлер туралы фильмді қараңыз. Бұл адамдарды әлсірету, оның әлсіздігін пайдалану, оны қалай өзінің мақсатына қолдану туралы. Оған құрығына түсіп қалмау керек. Көп танымайтын адамдармен көп сөйлеспеңіздер. Ол, яғни, өзіне мән береді. Содан кейін барып видеороликті көріңіз. Себебі мен сіздерге беретін тапсырма сонымен байланысты. Бізде әлбетте Қазақстанда да сенсерді заңдары бар шығар, осы жеке адамдардың басының жеке деректерін сақтау туралы бізде ондай заң бар. Ол жердегі бұл жерде ақпараттар көп. Өзіңіздің осындай деректеріңізді бере берудің қажеті жоқ. Ол жерде
называется публикация неограниченному количеству лиц, потому что вы не знаете, Google'дың да оған кейбір кіретіндей жағдайлары болады. Сондықтан да өте өзіңіз туралы деректерді немесе студенттер туралы немесе оқушылар туралы деректерді біреуге беру өте қауіпті болып табылады. Соған байланысты негізгі жүйені құруға болады. Айтқандардың негізінде артық ақпарат бермеу, суреттерді кез келген жерге жібере бермеу, ол міне қауіпсіздікті тудырудың бір несі жолы. 2. Бүкіл аккаунттарға жіберілетін әртүрлі блоктар арқылы егер сіздерде форумдарға кіретін мысалға жашыңыз болса, белгілі бір аккаунтқа маңызды болса, әртүрлі жұмысты әрқайсысын өз орнында істеу керек. Сондықтан да банкте мысалы барсаңыз, логин бар, оған сіз біраз уақыттан кейін сізге қосымша SMS келеді, яғни оны басқа ешкімге айтпайсыз. Бұл жерде міне осы қауіпсіз болып табылады. Ол тіпті білгеннің өзінде сіз дерегіңіз жоқ болса кіре алмайды. Телефонда оның бәрін жауып тастайтын блокировка болу керек, немесе бұл жерде код болу керек. Мысалға, оқытушы шығып кеткенде дәретхана біреу кіріп, оның телефонын алып, парольді ұмытып қалдым деп басып, мысалға, блокировка жасалмаған болса, оны қайтадан басқа пароль сұрап, қанда бұған келісім беріп, яғни аккаунтты қолдану мүмкін. Телефонды да сондықтан да блокқа қойып отырыңыздар. Тағы да 13 пункті бар, оны айттым. Студенттер, мысалға, оқушылар туралы жеке деректері туралы айтатын болсақ, 8 белгі болу керек. Әдетте адамдар өзінің туған күнін, айын, соларды жазады. Мысалға, телефонның нөмірін беру мүмкін, оның бәрі өте белгілі. Сондықтан да оларға үлгі көрсетіңіздер. Ол қиын парольді қойыңыздар. Яғни кіру қауіпсіз болсын десеңіз, міндетті түрде қиын жасаңыз, сіз үлгі болыңыз. Ал ақылды осы құрылғылар деген не? Бұлар туралы айтқым келіп отырғаны себебі не? Сіздер бұл жердегі арнайы келісім шарттарды бір жерде іште, ешқандай құрылғы жоқ жерде өткізген жақсы. Біз мысалға ақылды мүмкін өчек болса, ол өчектің ішінде микрофон болуы мүмкін, ол жерде интернет болуы мүмкін. Ешкім білмейді, оны ешкім тексермейді. Сондықтан да кез келген құрылғының ішінде бір нәрсе болуы мүмкін. Егер сіз өте маңызды сөз өткізгіңіз келсе, ешқандай техникалық құрылғы жоқ жерде өткізу керек. Ешқандай құрылғы болмау керек. Сонда сізді жазып алмайды, көріп тұрмайды, суретке түсірмейді, дей жерде болады. Сондықтан сіздердің барлықтарыңызға мұқият болыңыздар, көп сөйлемеңіздер, деректеріңізді бермеңіздер, тек маңызды нәрсені айтыңыздар деп айтып келеді. Бұл кез келген уақытта қолданылатын насихат. Сіздің қауіпсіздігіңіз 90% өзіңізге байланысты. Ең соңғы осы кім оны қолданады, сол жауапты. Не оқуға болады? Игорь Ашмановты оқуыңызға болады.
Deep Эгрсфера, каким мир может быть при применении технологий. И очень технологиялар кезінде кто смотрел вы на меня сейчас, видитесь, он достаточно сложный, особенно первая өте қызық кітап болып табылады. Кім бұған дейін қара айнаны оқыған болса, иә, әртүрлі кітаптар бар, фильмдер бар, бағдарламалар бар. Балалармен қарауды мен ұсынбаймын. Иә, бұл жерде түсінетін нәрсе не істемеу керек ең бастысы. Сондықтан осы мәселелерді қарап отырыңыздар. Осы когнитивтік жүктің теориясын дегенді оқуды ұсынамын. Біздің жұмыс істейтін жағдаяттарымыз өте ескірген бәрі. Қабылдау қазір өзгерді. Қазір берілетін сабақ өте балаларға жас ерекшелігіне сай болу керек. Оны түсіну үшін осы адамның ақылы жұмыс істеу, қалай жұмыс істейтінін айтатын осы когнитивті жүктеу теориясы дегенді оқыған жақсы. Оның ішінде көптеген қағидалар бар. Жанс Вейлер, теория когнитивтік педагогикалық дизайн деп айтылынады. Егер сіз курсты қалай жүргізуге болатынын білсеңіз, оны білгіңіз келсе, әрбір сабағыңыз қызықты болсын десеңіз, бұларды оқу керек. Сізге жұмысыңызды жеңілдетеді. Сондықтан мен бұл жерде менің өзімнің сілтемелерімді қалдырып отырмын. Хабарлассаңыздар болады. Біз жоба курсы ұйымдастырып отырмыз. Цифрлық қауіпсіздік туралы осы жылдың аяғына шейін мен бұл жобаны аяқтаймын, оған сілтеме беремін. Егер сіз жазылған болсаңыздар, менің Фейсбугіме немесе контактіде сіздер оған сұрақтарыңыз болса, осы қауіпсіздік туралы мен әдетте жауап беремін, жазсаңыздар. Сондықтан адамдардың басынан өткен оқиғаларды жинақтаймын. Және ол туралы сабақтар өткіземін. Егер сіздерде ондай оқиғалар болса, онымен бөліссеңіздер жақсы. Қазір мен сіздерге тапсырма беремін. Одан кейін сосын байқаудың барысымен жұмыс істейміз. Өздеріңіздің жеке өміріңізде сіздің басыңыздан өткен оқиғаларды айтып берсеңіз болады. Оны толық сіз сипаттап бересіз, технологияларын анықтайсыз, нені қаскөй мақсат етті. Бір слайдны жасап презентация жасауыңыз болады, немесе мәтін ретінде берсеңіз болады, документ ретінде. Ең бастысы сіздің басыңыздан өткен оқиға сондай қаскөйдің мақсатына туралы болу керек. Ал енді рахмет тыңдағандарыңызға. Алексей, рахмет, өте бізге тиімді болды, мәселе өте өзекті, біздің тыңдармандарымыз конфиденциальность, яғни цифрлық қауіпсіздік, цифрлық инженерия, тағы да көптеген өте тиімді, пайдалы анықтамаларды, ұғымдарды білді деп ойлаймын. Сондықтан да құрметті қатысушылар, сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер. Адамдармен көріп отырсыздар, ақпарат үшін барлығы да алғыс білдіріп жатыр. Бұл жерде кітаптардың тізімін бердіңіз бізге. Бұл да өте бізге тиімді және өзекті болып табылады. Біздер балалармен жұмыс істейміз, оқушылармен жұмыс істейміз. Сондықтан да сұрақ болып отыр мына жерде. Материалдар қашан бізге жетеді қолымызға деп сұрап жатыр.
кейбір адамдар мына жерде сіз айтқансыз барлығының бәрінде де бірдей пароль, сіз айтып кеткен типтегі парольдарыңызды өзгертіңіздер. Өзіңіздің осы жаңа парольді сізге жасақтап беретін өте тиімді, өте күшті бағдарламаны алыңыз. Сіздің қауіпсіздігіңіз сіздің қолыңызда деп айтылған. Осы ұнап қалды маған, шынында да солай. Иә, бұл да тәрбиелік мәселе. Тағы айта кетейін. Чатқа мен жаңа сілтеме жібердім. Соны кіріп қараңыз. Ол ақысыз фишинг, жаңағы мен айтқан туралы ақпарат аласыз. Пароль туралы әртүрлі ресурстарға бірдей парольді қолданбаңыз. Себебі бір рет кіріп алса, ол бәрін аша алады деген сөз өте маңызды. Курс туралы сұрап жатыр мына жерде. Бірінші алғашқы келгенде үшін ол ақысыз болады бұл курс. Одан кейін әлеуметтік желіде маған тіркеліңіздер. Лебеденко Алексей Владимирович, контактыдан да табасыз менді. Сосын өзім осындай басталған туралы хабар беремін. Құрметті қатысушылар, вебинарға осы зат жазылы бейнематериал, оны қолдарыңызға жетімді болады, қолжетімді болады. Сайтқа кірсеңіз болады. Digital Устаз Алматы. Мен ерекше алғысымды білдіремін қонағымызға. Тағы да бізде байқау жүріп жатыр. Бұл жасалған вебинардағы тапсырмаларды орындап жеңіп шыққан адамға ноутбук беріледі. Содан кейін мына жерде өзіңіздің поштаңызды көрсетеді, қандай вебинарға қатысқаныңызды көрсетесіз, аты жөніңізді жазасыз. Егер өзіңіз презентация жасауыңыз мүмкін, қысқа немесе мәтіндік құжат салуыңыз мүмкін. Өзіңіздің басыңыздан өткен оқиғалар туралы жазып, сипаттап жіберсеңіз болады. Қалай сізден ақпаратты алуға тырысты деген сияқты. Енді жалпы құрметті қатысушылар, сұрақтарыңыз болса әлді қойыңыздар. Тағы бүгін сіздердің алған ақпаратыңыз, бұл туралы бөлісіңіздер, өздеріңіздің шәкірттеріңізге айтыңыздар, олар қаншалықты қауіпсіздікті қолданады, соны біліңіздер. Сондықтан да бұл жерде келіп жатқан ойлар көп. Соның бәрін қолданыңыздар жұмыстарыңызда. Біздің байқауымыздың, біздің цифрлық біліктілігімізді арттыруға бағытталған. Сонымен цифрлық қауіпсіздік деген бірінші кезекте тұрады. Сондықтан да мәнінде егер қауіпсіздік болмаса, біз сіздер үшін, біз үшін, бүкіл қоғам үшін өте қауіпті болып табылады. Сұрақ түсіпті. Поштамызды қалайша қауіпсіз етуге болады? Пошта туралы айтқанда, 2 факторлы аутентификация жасаңыз. Ол жерде міне, бұл сіздің қауіпсіздігіңді қамтамасыз етеді. Екінші, анықтама келгенде, оны бұрын күтіп отырмағансаңыз, оны оқымаңыз. Сіздің өзіңіздің танитын адамыңыз ол туралы ескертіп қою керек сізді. Сіз оны күтіп жүресіз, содан кейін ашып аласыз. Спамға жіберіңіз, таныс болмаса. Сондықтан сервис өзі солай танымайтын адамның хаттарын қарамаңыз, еш уақытта ашпаңыз.
таныс емес адамдардан, таныс емес адрестен, таныс емес жәшіктен келген болса, ешқашан ашпаңыз. Сол, содан кейін тағы бір сұрақ болды мына жерде. Иә, регистрация жасамай бағдарламаны жүктеп алуға бола ма? Шын мәнінде бұл жерде бағдарламалар шынында қымбат тұрады бір жағынан, екі жағынан мәселе, екінші жағынан мысалға бұл жердегі үлкен бұл жерде нарық бар, ол жерде мүмкін кәсіби емес бағдарламалар болуы мүмкін. Фотошопты алатын болсақ, оны мысалға әртүрлі балаларда мысалға бағдарламаны көшіріп алуы болары мүмкін. Ол жерде шынында да вирустық орын алған жағдайлар көп болып табылады. Оны соныңше мұқият болу керек. Демо версияны қолдануға болады. Аз уақытқа болса. Мысалға, белгілі бір бағдарламаны кәсіби мақсатта қолданатын болсаңыз, онда мұқият болыңыз әртүрлі ресурстарға кіргенде. Ол жерде заңсыз бағдарламаларды алып қалсаңыз, әлбетте ол қауіпті. Болды. Рахмет. Осындай жеке-жеке сұрақтарға жауап бергеніңіз үшін, өте оны білу үшін маңызды. Мына жерде сұрақ қойып тұр. Тапсырмаларды қай тілде жіберуге болады? Қазақша да, орысша да жібере беруге болады поштаға. Сондықтан міне жаңағы айтқан адрес бойынша вебинарды айтып, одан кейін материалды қарағаныңызды, қайсысын қарағаныңызды айтасыз. Мына жерде біздерде сұрақтар аяқталды деп түсініп отырмын. Алексей Владимирович, сізге өте рахмет осы вебинарды мазмұнды өткізгеніңіз үшін. Құрметті қатысушылар, енді қазір сіздер біздің сауалнамамызға қатысасыз. Ол біздің жұмысымыздың жүргізуді, оның мазмұнын жақсартуға көмектеседі. Белсенді қатысыңыздар. Сізде экранда жерде сұрақтар бар. Осы сұрақтарға жауап бересіздер. Осымен біз бүгінгі вебинарымызды аяқтаймыз. Ертең тағы бір вебинар болады. Осы 3 апта бойы бізде вебинар болады. 6:30-да сәрсенбі, бейсенбі күндері біздің спикерлеріміздің тапсырмаларын жақсы орындаған адам ноутбук ұтып ала алады. Сондықтан да белсенді болыңыздар. Өздеріңіздің әріптестеріңізді шақырыңыздар. Барлықтарыңызға рахмет. Кеш жарық болсын. Рахмет барлықтарыңызға. Сізге рахмет.